Саламатсыздар ма? Бүгінгі пәніміздің аты ұйым экономикасы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы өндірістік құрылымның негізгі көрсеткіштері және олардың жетілдіру жолдары. Бүгінгі сабақтың мақсаты сіздің білетініңіз Қазақстанда компоненттік қосымша негізінде ауыл шаруашылық және өнеркәсіп өндірісін, қызмет саласын ұйымдастыру түрлерін сипаттау. Сіздің меңгеретініңіз өндірісті ұйымдастырудың негізгі түрлері, ауыл шаруашылық өндірісін ұйымдастыру түрлері, өнеркәсіптік өндірісті ұйымдастыру түрлері және қызмет көрсету аясын ұйымдастыру түрлері. Осы сабақтың алдында өткен болатынбыз, яғни өнеркәсіп өндірісін ұйымдастыру бұл өндірістің үйлесімді дамуын, жаңа өнімнің тез енгізіліп игерілуін, еңбек ресурстары мен материалдық ресурстардың қолданыстағы техникалық неғұрлым толық пайдаланылуын және осы негізде өндіріс нышандарын оңтайлы ұштастыру, өнімнің кеңістік пен уақыт ішінде барлық дайындалу сатыларын келісіп алу жолымен өндірістің тиімділігін арттыруды қамтамасыз ететін шаралар жүйесі бұл өнеркәсіптің өндірісін ұйымдастыру деп аталады. Жалпы өндірісті ұйымдастыру бұл үйлесімділік, ырғақтылық және өндірістің үздіксіздігі қағидаттарына негізделеді. Ол әртүрлі әдістермен жүзеге асырылады. Олардың ең бастылары тасқынды, топтамалық және жеке дара әдістер болып табылады. Өндірісті ұйымдастыру элементтік, кеңістік, уақыттық бөліктерге ажыратылады. Бұл өткен тақырыпта айтылды. Ол өнеркәсіп өндірісінің барлық буындарын салалық және ішкі салалық экономикадан бастап жұмыс орнына дейін қамтиды. Жалпы өндірісті ұйымдастыру қоғамдық және жекеше нысандарға бөлінеді. Қоғамдық нысан қоғамдық еңбек бөлінісінен туындайды және өндірістің мамандануы мен кәсіпорындардың мамандануын, кәсіпорынның ұтымды мөлшерін таңдауды және негіздеуді, өндірістің құрамдастырылуын, кәсіпорындардың кооперациялануын қамтиды. Өндірісті жеке ұйымдастыру бірыңғай еңбек бөлінісінен туындайды. Ол еңбектің кәсіпорын ішіндегі бөлінісі мен ұштастырылуын қамтиды. Өндірісті ұйымдастыру бұл үш бөліктен тұрады, яғни мамандандыру, кооперативтендіру және құрамдастыру. Мамандандыру дегеніміз бұл кәсіпорынның қандай да бір нақты өнімін шығаратынын білдіреді. Кооперативтендіру дегеніміз бұл бірлесе бір өнім шығаруды мақсат тұтқан түрлі кәсіпорындар арасындағы тұрақты өндірістік байланыс орнатуды көздейді. Ал құрамдастыру дегеніміз бұл бір кәсіпорында түрлі саланың бір-бірімен тығыз байланысқан өндірістерге біріктірілуін айтады. Осы өткен тақырыпқа және бүгінгі тақырыпқа байланысты сіздерге бірнеше тапсырма беріледі. Яғни бірінші тапсырманың сұрағы 3 сұрақтан тұрады. Яғни бірінші сұрағы түрлі салалардағы танымал ірі компанияларды және оларда маманданған ісін атаңыз. Екінші сұрақ. Мобильді телефон шығаратын зауыттың қандай кәсіпорындармен өндірістік байланысы болуы мүмкін? Үшінші сұрақ. Жылу электр орталықтарын мысалға келтіре отырып, өндірістің құрамдастырылуын анықтаңыз. Уақыт кетті. Яғни сіздің жауабыңызды тексерейік. Бірінші сұрақтың жауабы бұл Алматыдағы Рахат фабрикасы кондитерлік өнім шығарады. Әлемге әйгілі Apple компаниясы жеке және планшеттік компьютерлер, ұялы телефондар, аудио ойнатқыштар, тасымалдауға икемді технологиялар, бағдарламалық жасақтама өндіруге маманданған. Бұл бірінші сұрақтың жауабы. Екінші сұрақтың жауабы. Мобильді телефон шығаратын зауыттың ғылыми орталықтармен, химия өнеркәсібімен, электроника кәсіпорындарымен, IT компаниялармен тығыз байланыс орнатқан. Үшінші сұрақтың жауабы. Жылу электр станциялары тек электр қуатын ғана өндіріп қана қоймай, отынды жаққан кезде бөлінетін жылу энергиясын су жылытуға пайдаланып, елді мекендерді ыстық сумен қамтамасыз етеді. Ауыл шаруашылығын ұйымдастыру бұған бірнеше ферма түрлері жатады. Яғни оларды тропиктік және субтропиктік дақылдар өсіретін фермалар, ірі қара мен басқа да мал түрлерімен айналысатын фермалар, қой өсіретін фермалар және балық және басқа да теңіз өнімдерімен айналысатын фермалар жатқызуға болады.
Ал агроөнеркәсіптік кешенге бұған ауыл шаруашылығы машиналарын жасау, химия құрама жем өнеркәсібі және тағы да басқа да өндіріс құралдарын жеткізуші салалар жатқызады. Содан басқа ауыл шаруашылық кәсіпорындары бұған өнім өндірумен айналысатын өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы жатады. Ал ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін сақтау, өңдеу, тасымалдау және өткізу салалары бұған тамақ өнеркәсібі және қойма шаруашылығы, көлік, көтерме және бөлшек сауда, осылардың барлығы өнімдерді тұтынушыға жеткізеді. Ал агроөнеркәсіптік кешен инфрақұрылымына бұған барлық бөлімнің қалыпты жұмысын қамтамасыз ететін салалар мен ұйымдар, олар көлік ұйымдары, қаржылық және банк желісі, делдалдық инвестициялық компаниялар мен басқалар жатады. Келесі екінші тапсырма сіздерге берілетін. Сұрақтары екінші тапсырманың: ферма, кооператив және үй жанындағы шаруашылық арасындағы негізгі айырмашылықтарды анықтаңыздар. Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ: неліктен агроөнеркәсіптің даму мүмкіншілігі болады? Так, уақытыңыз кетті. Жақсы, жауаптарыңызды тексерейік. Бірінші сұрақтың жауабы, яғни ферма дегеніміз бұл бір меншік иесі тиесілі ірі тауардың өндіріспен айналысатын ауыл шаруашылық кәсіпорын. Кооператив бұл тауарлы өндіріспен айналысатын шағын меншік иелерінің бірлестігі. Ал үй жанындағы шаруашылық бұл бір отбасына тиесілі тұтынуға бағытталған шаруашылық. Екінші сұрақтың жауабы: біріншіден, ауыл шаруашылық өнімдеріне сұраныс арта бастады, сол себептен өндірістің көлемі арта түсті. Екіншіден, ғылыми-техникалық жетістіктердің арқасында ауыл шаруашылығын жабдықтау жақсарды. Ал үшіншіден, жалпы өндірістік әлеуметтік-экономикалық инфрақұрылымдар қарқынды дами бастады. Бұл жағдайлар осындай кәсіпорындардың арасында тығыз байланыстардың қалыптасуына мүмкіндік береді. Жалпы өнеркәсіптік өндірісті ұйымдастыру бірнеше түрлерден тұрады, яғни бұған завод, фабрика және комбинаттар жатады. Келесі тапсырма: фабрика, завод және комбинат арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтар қандай? Жақсы, уақыттарыңыз аяқталды. Жауабын тексерейік. Заводта, фабрикада, комбинатта машина қолдануға негізделген үлкен ауқымды өндіріс орындары болып саналады. Олар цехтардан тұрады. Жеңіл тамақ, кен байыту кәсіпорындары әдетте фабрика деп аталады. Қалған саладағы осындай өндірістер зауыт атауына ие. Комбинатта негізгі өнімнің басқа қосалқы өнім түрлерін шығарады. Қызмет саласы кәсіпорындардың жұмысын ұйымдастыру. Бұл цехтан тұрады. Цехтық құрылымдағы кәсіпорындар банктер жатады оларға. Ал цехсыз құрылымдағы кәсіпорындарға шағын дүкендер, шаштараз, интернет клубтар жатады. Келесі төртінші соңғы тапсырма: өзіңіз тұратын елді мекенде цехтық және цехсыз құрылымдағы қызмет көрсетумен айналысатын ұйымдардың тізімін жасаңыз. Неліктен кәсіпорындардың бір тобы өндірісті цехтық, ал екінші тобы цехсыз ұйымдастырылған? Уақытыңыз кетті. Жақсы, жауабымызды тексерейік. Яғни мектеп асханасы цехтардан тұрады, ал әзірлейтін бөлме бөлек, ас сақталатын жер бөлек, ал касса үшінші жақта орналасады. Цехсыз кәсіпорын санатына нелер жатады? Оған шағын дүкенді, шаштаразды жатқызуға болады. Цехы бар өндірістің ауқымы үлкен болады, ал жеке кәсіпкерлердің бизнесі ауданы ауқымды ғимараттар талап етпейді. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге сілтеме беріледі, сол сілтеме арқылы сіздер маған Classroom платформасына жауаптарыңызды жібересіздер. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.